Нұрдың Смағұл пайғамбарға көшуі. Смағұл ержеткен соң Ғамара атты қызға үйленеді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келеді. Келіні қонақты көріп қабақштады. Оған суып қалған шай береді. Дастарханы ыдыс-аяғы кір екен. Отыратын көрпені де ауыстырып салмайды. Шай үстінде Ыбырайым: «Қызым, тұрмысың қалай?» деп сұрады. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастады. Ерінің айыбын ашып, оны жамандады. Ыбырайым кетіп бара жатып: «Еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын» деді. Әкесінің сәлемін естігенде Смағұл: «Әкемнің көңілінен шықпаған екенсің» деп отыра кетеді. Смағұл бағын екінші рет сынамақ боп, Хәлі атты қызға үйленеді. Ыбырайым келінін сынау үшін тағы да диуана кейпінде қонаққа келеді. Хәлі құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады, астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс-аяғы мұнтаздай таза. Келіннің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар: «Тұрмысың қалай, қызым?» деді. Келіні: «Шүкір ата, жақсымыз» деп, ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысты. Оның иба ізетіне сүйсінген атасы: «Еріңе айт, үйінің есігін жақсы сақтасын» деп сәлем айтты. Бұл сәлемді естігенде Смағұл қуанып: «Әкемнің көңілінен шығыпсың, атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның. Енді Құдай қаласа, Мұхаммед пайғамбардың нұры сенің жатырыңдағы нәрестеге нәсіп болады» деп риза болды. Хәлі Қайдар есімді ұл туады. Ол өте парасатты, ақылды, кеудесі хикметке толы нағыз батыр болды. Нұр оның білегінде сәуле шашып тұрады екен. Оған қызыққан жын-перінің қыздары естерінен танып ғашық болатын. Ол аңға шыққанда ұшқан құс, жүгірген аң алдына келіп, өздері құлайтын да: «Әй Қайдар, сенің бойыңда асыл нұр бар. Саған тек қана адал ас жеу керек. Біз сенің қорегің болсақ, арманымыз болмас еді» деп өздерін құрбандыққа шалатын. Смағұл киелі дәстүр бойынша нұрды баласына аманаттап, дүниеден өтеді. Қайдар да ержеткен соң өзіне жұп болатын әдепті қалыңдық іздейді. Ол бастапқыда өзімен рулас тайпаның бір қызына үйленеді. Алайда нұр ұрпағына ауыспай, білегінде жарқырап жүре берді. Оның сырын ұқпай Қайдар дал болады. Көңілін күмән торлады. Бір күні Меккеге құрбандық шалу үшін сапарға аттанды. Сол сапарда Рахмани түс көреді. Түсінде Жебірейіл періште келіп: «Әй Қайдар, сен нұрдың кейінгі ұрпаққа көшуіне кедергі келтіріп тұрсың. Себебі қалыңдықты өз жұртыңнан алдың. Егер олай ететін болсаң, хақтың ілімі сенің жұртыңда ғана шектеліп қалмақ. Ұлық Алла күллі адам ұрпағына рахмет қылатын ең мақтаулы пайғамбарын жібермекші. Енді сен ескі тәртіпті бұзасың. Сол үшін де қалыңдықты алыстан, бөтен жұрттан айттырып алуға міндеттісің. Алланың қалауы солай. Сонда ғана Мұхаммедтің нұры күллі жаһанды шарпиды» деді. Осыдан соң Қайдардың көңілін торлаған барлық күдік пен күмән сейіліп сала берді. Ол енді бұрын қыз алысып, қыз беріспеген алыс жұрттан қалыңдық айттырды. Ағайын ел туысы оның бұл қылығын түсінбей өсектеді. Кейбір надандары Қайдарды қара басты, бөтен жұрттан қыз алды, дәстүрді тәрк етті, қанды бұзды деп әңгіме таратты. Бірақ Қайдар қайсарланып алған бетінен қайтпады. Ол арабтың жүркем тайпасының бір әдепті қызымен көңіл қосып, шаңырақ көтерді. Бұл некеден Құрайш тайпасы тарады. Осы сәттен бастап күрмеліп тұрған түйін шешіліп сала берді. Бұдан соң нұр тоқтаусыз көшіп отырды.